Үшінші параграф бізде туберкулезді ерте анықтау. Туберкулезді ерте анықтау бұл барлық медициналық мамандарға тиесілі. Поликлиника болсын, стационар болсын, бәрі туберкулезді ерте анықтауға атсалысу керек. Туберкулезді поликлиникаға егер науқаста туберкулезға күдік болған жағдайда осы алгоритм бойынша тексеру жұмыстар жасалынады. Туберкулезға күдік, яғни шағым жүдеп 2 аптадан артық болатын бұл жағдайда қызба, түнгі тершеңдік, қан қақыру, салмақ жоғалту, кеуденің ауруы, ентігу немесе шаршау. Осындай шағым болған жағдайда қақырық тексеріледі, яғни жын экспертке қақырық жіберіледі. Туберкулез микобактериясы анықталған жағдайда фтизиатрға жібереміз. Туберкулез микобактериясы анықталмаған жағдайда біз рентген жасаймыз, кеуде қуысы рентген жасаймыз. Сосын рентгеннен кейін антибиотик міндетті түрде тағайындаймыз. Антибиотик ем алып болған соң науқасты біз қайтадан рентгенге жібереміз. Егер рентгенде жақсару жоқ болатын болса, фтизиатрға жібереміз, ал жақсару бар болатын болса, науқаста туберкулез жоқ деген сөз. Туберкулезді ерте анықтау бұл халық арасында риск группа бар, иә. Сол риск группа арасында флюорография жасалынады, ал балалар арасында манту және АТР сынамасы жасалынады. Егер науқаста рентгенде туберкулезға күдік болған жағдайда, бірақ науқаста ешқандай шағым болмаса, жын эксперт нәтижесі теріс болса, науқасқа антибиотик тағайындамастан бірден фтизиатр консультациясына жүреміз. Немесе науқас тубпен ауыратын пациентпен контакт болды, иә, және рентгенде қандай да бір күдік пайда болды. Ондай науқасқа антибиотик тағайындамастан бірден фтизиатрға жіберіледі. Ал бронхолықпен туберкулезбен ауыратын балаларда қақырық болмаған кезде онда мұрын жұтқыншақ аспираты және асқазан аспираты зерттелінеді. Туберкулезді ерте анықтау мақсатында риск группа бар ғой халық арасындағы. Солардан флюора жасалынады. Флюорографиядан өтеді олар. Ол қандай риск группаға кімдер жатады? Олар тубпен контакт болған адамдар жылына 1 рет. Және де хобылмен, қант диабетімен, алкоголизммен, нашақорлықпен, ВИЧ-пен учетта тұратын пациенттер жылына 1 рет өтеді флюора. ВИЧ-пен ауыратын пациенттер туберкулезді анықтау және диагностикалау поликлиникада және ВИЧ-центрларда да жасалынады. Үшінші ол иммуносупрессив терапия қабылдайтындар, олар жылына 1 рет өтеді. Және де өкпенің кез келген этиологиялық қалдық құбылыстар бар адамдар жылына 1 рет өтеді. Олар мысалы алдыңғы жылы өткен флюорасында қандай да бір пневмосклероз, фиброз деген сияқты қандай да бір қалдық құбылыстар бар болатын жағдайда, иә, олар тоже риск группаға кіреді. Тергеудегілермен сотталғандар жылына 2 рет өтеді. Ал 2 жыл ішінде бас бостандығынан айыру орнынан босап шыққандар жылына 1 рет өтеді. Туберкулезға тағы да жыл сайынғы флюорографиядан міндетті түрде өтетін адамдардың тізімі ол медициналық ұйымдардың қызметкерлері, медициналық әлеуметтік мекемелер қызметкерлері, әскери қызметке шақырылғандар, жоғарғы оқу орындарының колледж студенттері, 15-17 жастағы балалар, перзентханадан шыққаннан кейінгі, босанудан кейінгі әйелдер. Және туберкулезға қарсы вакцинацияланбаған жаңа туған нәрестемен бірге тұратын отбасы мүшелері, яғни БЦЖ алмаған баламен бірге тұратын отбасы мүшелері. Сосын Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға келген адамдар. Жалпы айтқанда бұлай барлық адамдар ғой енді. Мерзімді қызметтің әскери қызметшілері жылына 2 рет өтеді. Қалған адамдардың бәрін өздеріңіз қандай топта адамдар екен бір қарап алсаңыздар болады. Сосын балалар арасында манту жасалынады дедік туберкулез ерте анықтау үшін. Бұл негізгі мақсаты туберкулезді ерте анықтау, мантудың жасалу мақсаты. Манту сынамасына жасауға кімдер жатады? Олар туберкулез науқаспен қарым-қатынаста болған, контакт болғандар, және де олар контакт, яғни кімдер? Отбасылар, туыстар, отбасылықтар, туыстық және мектептік, пәтерлік және басқа да қарым-қатынастың бәрі жатады. Вакцинациялар алдында 2 айдан асқан балалар, яғни БЦЖ алмаған 2 айдан асқан балалар манту жасау керек. Және риск группасындағы балалар. Ол риск группасында балаларға кімдер жатады? 0 мен 17 жас аралығындағы, иә. Ата-анасы ВИЧ-пен ауыратындар, бас бостандығынан айырылғандар, айырылу орнынан шыққандар, және алкогольді шамадан тыс тұтынатындар, нашақорлықтан зардап шегетін, табысы аз, көшіп қону, яғни мигранттардың балалары. Бұлар риск группаға жатады.
және қант диабеті мен өкпе бронх жүйесінің спецификалық емес аурулары, тамақтану бұзылысы, яғни ИМТ-сы төмен балалар, ВИЧ инфекциясы бойынша учетта тұратын, иммуносупрессивті терапия қабылдайтын мүгедектігі бар балалар. Бұның бәрі риск группасына жатады. БЦЖ вакцинасын алмағандар және БЦЖ вакцинасынан кейін тыртық қалмаған балалар. Манту және де АТР жасағаннан кейін сынама нәтижесі 72 сағаттан кейін қаралады. Ол кезде инфильтрат, мантудан кейін инфильтрат қалатын болса, оның көлемі, манту АТРдан кейін инфильтрат қалатын болса, оның көлемі миллиметрмен өлшенеді. Ол кезде сызғышты біз көлденеңінен қоямыз. Солай оның өлшемін алынады. Манту сынамасының нәтижесі 3 түрлі болады. Олар теріс, күдікті және де оң нәтиже. Теріс нәтиже бұл инфильтрат гиперемияның болмауы, немесе 0 мен 1 мм инемен шашыға сияқты реакцияның болуы. Бұл теріс нәтиже. Ал күмәнді нәтиже 2-4 мм болса, немесе кез келген көлемдегі инфильтратсыз гиперемия жатады. Ал оң нәтижесі ол 5 мм-ден артық болатын болса, және папула анықталса, бұл оң нәтижені білдіреді. Туберкулез, манту сынамасы бұл тек қана тупты ғана анықтамайды туберкулез. Ол сонымен қатар аллергетик балаларда да қызарып кетуі мүмкін, оң нәтиже беруі мүмкін, және де ол бактериялық инфекция кезінде де оң нәтиже беруі мүмкін. Сол үшін манту салатын алдында баланы алдына дайындау керек. Яғни антигистамин препарат тағайындау керек. Ол манту салғанға дейін 5 және 2 күнге дейін, және сынамадан кейін 2 күн тағы да антигистамин препарат берілу керек. Ал тупқа манту жасалды, манту оң болды, бала АТР-ға жіберіледі. АТР-дің нәтижесі ол да теріс, күмәнді оң болып бөлінеді. Теріс дегеніміз бұл инфильтрат немесе папуланың, және гиперемияның толық болмау, немесе укол тәріздес реакция болу, және 2-3 мм гематома немесе көгеру түрінде болуы мүмкін. Бұл теріс нәтиже береді. Ал күмәнді нәтиже бұл гиперемия, кез келген көлемдегі гиперемия. Оң нәтиже кез келген көлемдегі папула. Бұл АТР-дің сынамасының нәтижесі. АТР сынамасы күмәнді немесе оң реакциясы бар балалар туберкулезді жоққа шығару үшін ары қарай тағы да зерттеу жұмыстары жасалынады. Яғни АТР күмәнді оң болатын болса, туберкулездің бар жоғын анықтау үшін ары қарай қосымша зерттеу жұмыстары жасалынады. Манту менен АТР-ға қарсы көрсеткіштер бар. Ол аллергиялық, эпилепсия сияқты, және де созылмалы инфекциялық аурулар, балалар арасындағы карантин деген сияқты осындай қарсы көрсеткіштер бар. Манту сынамасы бұл аурудың клиникалық симптомдары өткеннен кейін 2 айдан соң қайтадан жасауға рұқсат етіледі.